Үй жағдайында 30 минутта жасалатын 3-ақ құрамнан шығатын қытырлаған пайдалы папа чебурекиді міндетті жасап көріңіз. Қамыр илеп майға қуырып әуре болмайсыз. Арықтап жүрсеңіз таптырмастан. Ең бірінші лавашты алып, дәл осындай формада кесіп аласыз. Егер үлкен қылып шыққан қаласаңыз, үлкенірек ыдыс қолдансаңыз болады. Және де ең бірінші салмасына бізге керегі пияз. Пиязды дәл осылай ұсақтап, көбіктеп турап қоямыз. Үстіне фаршты салып, пияз бен фаршты жақсылап араластырып, дәміне қарай тұз және бұрыш қосамыз. Астын аздаған маймен сылап, қызып тұрған табаға дайын болған салмамызды саламыз. Қызарғанша дәл осылай 10 минуттай қуырып жартылай пісіріп аламыз. Дайын лаваштардың жан-жағын жұмыртқаның сарысымен жақсылап сылап дайындап аламыз. Содан кейін салмаларын дәл осылай рет-ретімен барлығына салып шығамыз. Жұмыртқаның сарысымен жан-жағын жақсылап салғаның жақсы, сонда дәл осылай тез жабысатын болады. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қытырлап шығу үшін жақсылап жағып шыққаның жақсы. Әсемдік үшін кунжут себеміз. Асты жабыспас үшін пергамент қағазды аздап майлап дайындап қоямыз. Алдын ала қызып тұрған пешке 10-15 минутқа 180 градусқа қызарғанша жібереміз. Дәл осылай қызарып, қытырлап шығу керек. Отбасыңызға, жақындарыңызға міндетті жасап көріңіз. Соңына дейін көрсеңіз, лайк және комментарий басуды ұмытпаңыз.